Негізі мен Темірбек Қарауыл Жүргенов атындағы өнер академиясында осы дубляж режиссері мамандығын бітіргем. Мен режиссер болам деп ойлаған басында. Жүре келе бізде басында академияда өзімізге группаның ішінде біреуді режиссер қылып қояды, біреуді актер қылады. Сөйтіп жүрген кезде бізге бір фильм береді. Сол жерден өзім бір актер болып көрейінші деп істеп көріп, содан бастап осы мамандықты ұнатып, актер ретінде келе жатқан жайымыз бар. 2010 мен 2015 арасында оқыдық біз. 2012-ден бастап осы салада жүрмін. Ең басында 4 жылдай тек қана мультфильмдер істейтінбіз. Осы тек сериалдарды істеп келе жатқанымызға осы 7-8 жыл болыпты. Ең алғашқы сомдаған кейіпкеріңіз дыбысы? Ең алғашқы сол жаңағы фильмдегі Малер деген кинодағы Жан-Батист деген жігіт бар главный рөлдағы. Сол рөлім сол ең алғашқы. Біз басында дубляж, жалпы дубляж не екенін былай білетімізді оқып жүрдік. Бірақ тереңірек білмейсің, ана актерді қалай алу керек, қалай істеу керек, ол жақтарын әлі үйренбеген болатынбыз сол кезде. Ана Малер деген кинода ол театр актер туралы ғой фильм. Ана актер жай сөйлесе, байыппен сөйлесе, оны істеу оңайда. Бір кезде тұрады, ана ішіп ап қуады, сахналар қояды, өзінше бір сол кезде дауысын қалай беретінін білмей қиналып. Содан кейін міне 10 жылдан кейін біз как раз анау сәтті медиада дубляж істеп жатқан кезде сол кино келеді ғой, Малер деген. Кәдімгідей көзге ыстық көрініп сол кино. Қайтадан сол персонажды қайтадан дыбыстауға маған береді. Ыстық кездер болды сондай. Сіздің мінезіңізбен сай келетін кейіпкер болды ма? Дубляж саласындағы қызметіңізде? Ондайлар жиі кездеседі. Маған көбінесе осындай байсалды, салмақты, асықпай, байыппен сөйлейтін актерлар ұнайды негізі өзіме. Андай тез сөйлейтін ырбақай бір актерлар болады ғой, ондайларға мен тілім кейде жүрмей қалады. Оған алдын ала дайындалу керек кішкене. Тілді жаттықтыру деген сияқты. Көбінесе жаңа неге жатып алғам ғой, асықпай оқып отырасың. Өзіңіз дубляждаған сериалдарды, фильмдерді қарайсыз ба? Ең басында қарайтын. Осы мультфильмнен маған андай сериалдарға көшкен кезде қатты қиын болды да. 4 жыл мультик дегенде, мультик істеген кезде адам көп наигрывать етеді. Қатты беріліп, өзің ойыңдағын жүзеге асыра аласың да мультикті. Ойнап отырасың сол персонаждармен бірге. Ал неде кинода естественный болу керек. Ол шынайы адамдар ғой. Соған кейін кезде сәл қиынырақ болды да. Сөйтіп біраз дайындалдым, біраз кастингтерден өте алмай жүрдім, қиналып, үйге келіп дайындаламын. Сол дайындалып жүрген кезде бір сериалға өттім, сол 31-ші арнада. Сол кездерде қарайтын, күтетін өзіміз істеген сериалда. Қалай болды, қызық еді басында. Қазір енді өте, құдайға шүкір, өте көп болғаннан кейін қарауға да уақыт жоқ. Қайсы бірін қарайсың, ұмытып кетесің, анда жұмыста боласың, мұнда жұмыста боласың. Түнгі 11-12-ге дейін кейде жұмыста жүресің осында записта. Оны қарауға да шама жоқ. Үйреніп алдық па, может. Дыбыстауға қиын болған ең қиын кейіпкер қайсысы? Дыбыстауға ең қиын болған, бірақ өте алмай қалдым оған. Қара Севда деген бір сериал болды ғой, сол жердегі анау главный рөлде Борак Ощевит. Соған талай кастингтеріне барып, талай дайындалып жүрдім. Өтесін дейді, біресе өтпесін дейді, даусың жетпейді дейді, салмағы жетпейді. Көбінесе менің жасым кіші болып қала береді актерлардан, сериалдағы актерлардан. Возрастын бере алмай қаласың да. Сондай жерлерден көп қиналдым. Ең қиын болған сол болған шығар. Өйткені жарты күн дейін отырдық. Бір актерді шығара алмай. Соңында қойден, бұл менікі емес екен. Бораққа пока дайын емеспін мен. Қазақ дубляжы қандай деңгейде қазір? Қазақ дубляжы
3-4 жыл болуп калды. Өтө жакшы дамып келе жатыр. Сапасы өтө жаксарып келе жатыр. Мен ризамын азыркы дубляжга. Бирөө оларга каршы бөлүк чыгаруу керек. Сизби? Мен, Марк, башка да көсемдер.